Осы жақында Нұрлан Қалам деген ютубер өзінің Қаламстан деген серверін ашқан болатын. Және де көп адамдар сол серверде ойнап жүр. Мен де өзім Қаламстан туралы видео түсірген болатынмын, қарап кетсеңіздер болады. Және де осы серверде көп адам ойнағысы келеді, ал сервер Java версиясына ғана арналған. Ал көп адамдарда компьютер жоқ. Сол үшін мен бүгін сіздерге қалай Қаламстан серверінде тек Қаламстан емес, полный Java версиясында қалай телефонмен ойнау керек екенін көрсететін боламын. Ендеше кеттік. Бәріңе ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Арди. Бүгін мен достар сіздерге Қаламстан серверіне қалай телефонмен кіру керек екенін көрсететін боламын. Мысалы, көп адамдар білмейтін шығар, Қаламстан сервері осы жақында YouTube тренд болып кетті. Кәдімгідей Нұрлан Қалам өзінің Қаламстан дейтін елінің серверін ашқан болатын. Және де ол уже қазіргі моментте дамып YouTube'та көп адамдар ойнап жатыр. Бірақ көп адамдар білмейді, мысалы, қалай телефонмен кіруге болады. Оған телефонмен де кіруге болады. Иә, сервер Java Edition'ға арналған, но бірақ оған сіздер телефонмен де кіре аласыздар. Java Edition телефонға скачтауға болады. Бүгін мен сіздерге толық түсініктер барлығын Қаламстан серверіне қалай телефонмен кіру керек екенін көрсететін боламын. Шынымды айтсам, мен негізі өзім компьютермен ойнаймын, но бірақ сіздер негізі көбісінде компьютер жоқ. Сол үшін мен сіздерге телефонмен қалай кіру керектігін дұрыстап тұрып түсіндіріп кетейін. Ең бірінші сіздер Googleға кіріп, достар, скачать по Java Launcher деген жазу керексіздер поискына. Және мына жерде әртүрлі сайттар жатыр, бұның сайттар бәріне кіріп керек емес. Ең бірінші сайтына осындай суреті, ерсақ сурет тұрған, главный суреті, по Java Launcher суреті тұрған сайтына кіре берсеңіздер болады. Вот, достар, скачать бесплатно APK деп шықты. Қазір осыны басқаннан кейін скачать етіле беретін болады. Вот осыны басасыздар. И ваше загрузка началось дейді. Қазір загрузка етеді. Қазір достар күтіңіздер. Все, достар, загрузка кетті. Вот сіздер осылай по Java Launcher загруз ететін болады. Лол өсесіздер, загрузын күтесіздер, ол ұзақ загрузайды, бірақ оны күтулеріңізге тура келеді, енді ойнағыларыңыз кетіп тұрса, если реально Қаламстан сервер телефонда. Ал енді ары қарай мен сіздерге скачать болғаннан кейін ары қарай не істеу керек екенін, программа ішінен қандай настройкаларын қалай настроить екен бәрін дұрыстап тұрып көрсетейін. По Java Launcher'ға кірген бойда сіздер осындай экран шығатын болады. Вики, раскладка, бірдеңе ештеңе түсініксіз. Бұл түсініксіз болатын болса, мен бір оны түсіндіріп кетейін. Ең бірінші кірген кезде достар, мына жерде сіздерге добавить учетную запись деген жазу тұрады осындай. Соны басқаннан кейін сіздер добавить учетную записьті басасыздар. И сосын осындай Microsoft аккаунт или local аккаунт деп жазу шығатын болады. Сіздер бұл жерде Microsoft аккаунт емес, local аккаунтты басыңыздар. Microsoft аккаунт тіркеп керек емес, аттарыңыз жазса жетеді. Осы мына жерге кіресіздер де войти-ні басасыздар. Сосын достар, мына жерге өздеріңіздің любой аттарыңызды қоя бересіздер. Вот да деп өтіріп қоя салайын. Сосын осы аккаунтпен кіре бересіздер. Любой өздерің қалаған аккаунттарыңызбен кіре бересіздер, аттарыңызды жазасыздар. Бірақ аттарыңыз пробел болмау керек, сосын міндетті түрде ағылшынша болу керек. Түсініңіздер ойдам, енді әрі қарай не істеу керек екенін түсіндіріп кетейін. Әрі қарай өз жағынан версияны тіркеу керек біз. Основной версия деп тұр, сіздер осыны басасыздар. Және де новый профильді басасыздар, сіздер оны версия тұрмайды сіздер. Сосын мына жерде шығады сіздерге стандартный версия или загрузчики модов деп. Сіздер осылар загрузчики мод керек болатын болса жаза бере аласыздар, бірақ телефондарыңыз если қатты слабый болатын болса, қатты емес, енді ондай қатты мықты болмаса, достар, онда сіздерге на Forge, Fabric, Quilt деген жазып керек емес, олар слишком қататын болады сіздерге. Простойның өзі қатуы мүмкін. Мысалы, достар, стандартный версияда ең төбесі тұрған жасыл кнопканы басасыздар. И сосын имя дегенде ештеңе баспай қойыңыздар, өздеріңіз білесіздер, бәрібір ол маңызды, соны өзгертіп. Енді версия деген тұрады, осы версияны аласыздар, выбратты басасыздар. Енді релизиден басасыздар, міндетті түрде релизиден басасыздар. Және 1.4 деп ең төбесінде тұрған басасыздар. Вот келді, сосын сохранить басасыздар. Енді дәл осылай сіздер кіріп кете аласыздар. И вот, достар, әрі қарай енді өзім настройканы түсіндіріп кетейін. Вот ең удалительдің қасына тұрған бір настройканың кнопкасы тұр, соны басасыздар. И сосын сіздерге мындай жар шығады, настройка графики, настройка управления деген шығады. Және осы жерден сіздер настройка графиканы басасыздар. И мына жерде настройка графики визуализатор деген осындай болады. Сосын Holich, Zinc, Angle береді. Angle'ды басқанда дұрыс істейсің, мыналар екеуі дұрыс істемейді, сосын Angle'ды басыңыздар. Және полный экранный режим дегенді қосып қоясыздар. Сізде сөніп тұрады, ол сізде қосып қоясыздар. Ал мына разрешение дегенде сіздер төменгі түсіріп қойыңыздар. Егер если телефоныңыз қатты мықты болатын болса, мықты новый телефон болатын болса, процессоры мықты, онда сіздер 100% қоя берген дұрыс енді. Бірақ телефоныңыз слабый болатын болса, онда қатпау үшін сіздер разрешениесін төмен түсіріп қойған дұрыс. Және шығып достар, настройка управление басасыздар, изменить раскладку бірдеңе дейін басасыздар. Соны жеке кіресіздер, өзіңіздің кнопкаларыңызды қай жерде тұру керек екенін өстіп настройить ете бересіздер любой кнопкаңызды. Мен уже идеально настройка қойылды. Ол жерге кнопка қоса аласыздар, алып тастай аласыздар деген кнопканың размерін бәрін істей аласыздар. А енді бәрін істеп болғаннан кейін міндетті түрде играть деп басасыздар. Және играть басқаннан кейін сіздерде ұзақ загрузка жүретін болады.
вот менде ол скачать етіліп тұр уже, сосын менде резко кіріп кетеді. Ал сіздерде скачать етіліп тұрған жоқ, сол үшін сіздерге кішкене ұзақ күту керек болады. Ол сіздің интернеттің скоростыңызға қарайды. Если интернеттің скоростыңыз мықты болатын болса, онда сіздерде ол тез жазылуы мүмкін. А если интернеттің скоросты өте жай болатын болса, онда интернеттің скоростына қарай жай жазылуы мүмкін. Бір күндіге де созылып кетуі мүмкін, если интернет слишком жай болатын болса. Мысалы менде примерно тез жазылды, менде нормально, бірақ енді сіздерде білмеймін әйтеуір. Вот достар, осы Mojang Studios деген шығатын болады. Вот достар, дәлім кедей, мынау Java Edition, сіздер кәдімгідей көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде мышка шығаруға да болады. Енді мына жерде сетевая игра, мына жерде қалай істеу керек екенін түсіндіріп кетейін сіздерге. Настройканы басасыздар, сосын настройка графиканы басасыздар. Сосын настройка графиканы басқаннан кейін сіздер мына жерде ең төбесінде екі нәрсе тұр ғой, осының екі нәрсенің бәрін төмен түсіріп қоясыздар. И сосын мына жерде графика быстраны қойып қоясыздар. Сборка чанков по таковой тұра берсін. Мягкое освещение выключен. Оны сіздер телефон слабый болатын болса сөндіріп тастаған дұрыс. Әйтпесе қатпайды сонда. Яркісін төмен түсіріп қойған дұрыс, қатпайды сонда. Бұл негр режим дейтін, ол бәрібір қосылып тұра береді. Уровень детализацияны төмен түсіріп қойған дұрыс, если қатпас үшін, потому что бұл Java Edition мықты телефондар өзіне қатып қалуы мүмкін. Частота кадров тұра берсін. Симуляция, прорисовка дегенде екеуін төмен түсіріп қойыңыздар, әйтпесе сонда қатпайды. Және облаканы өшіріп тастаңыздар, тени сущности дегенде сөндіріп тастаңыздар, потому что қатпас үшін. Бәрін готовы етіп болғаннан кейін шығасыздар. Сосын сетевой игерін басасыздар. Сосын осы жерде сіздер мындай серверлер болмайды, сіздерде ештеңе жоқ болады, сол үшін сіздер добавить деген басасыздар. Кіргеннен кейін мына жерде название серверде любой нәрсе жаза берсіз, сіздерге бәрібір. Сосын мына жерде набор ресурсты отключить етесіздер. Және адрес серверде уже IP жазу керек, бірақ IP мен сіздерге айтпаймын, өз нұрлан қамдардың видеоларынан қария бере аласыздар. Бірақ сіздер IP-ні жазып қойып сіздер кіре алмайсыздар. Емір сіздерге whitelistқа қосу керек. Whitelistқа қосу үшін сіздер Discord-на кіріп, нұрлан қаламның сосын Discord-на кіргеннен кейін анкета бөліміне өздеріңіздің Minecraft-тағы манаға қойған аттарыңызды, учетный запистағы соны жазасыздар. Сосын жазылғаннан кейін ол сізді whitelistқа қосады, нұрлан қалам админдары. Сосын сіз оп-оңай кіріп ойнай бере аласыздар. Да играть деп басасыздар, бірақ әзірге сервер жабық тұр, ойнай бере аласыздар. Осымен сіздерге бәрін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Сіздерге осы видео ұнады деп ойлаймын. Лайк басып кетіңіздер. Давайте, пока.